Жылдам хабарнама. Сәлеметсіздер ме достар? Бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Астанада митинг ұйымдастырушы 15 тәулікке қамалды. 33 жастағы кәсіпкер Марат Әбуов 26 қараша Тоқаевты ұйымдастыру рәсімінде күні митинг ұйымдастырды. Қала билігі акция заңсыз екенін айтты. Қатысушылар полицейлерге бағынбай қарсылық көрсеткені үшін хабарланған болатын. Әбуов бұл айыптауды жоққа шығарып, митинг күні бір қалаға күні әлеуметтік хабарлануда жеткізілді. Оның айтуынша, акцияның мақсаты ауыл шаруашылығын дамыту жобасына назар аудару. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Екібастұз әкімі қалада төтенше жағдай жариялады. Бұл жылу желілеріндегі апатқа байланысты техногендік сипаттағы жергілікті төтенше жағдай. Қала билігі апат жылу электр орталығында емес, қалалық жерлерде болған деп отыр. Салдарынан ЖЭО қазандықтары тоқтап қалған. Түнгі уақытта 17 көп қабатты тұрғын үй, 5 әлеуметтік және заңды тұрғындардан 21 нысанада әлі де жылу болған жоқ. Ауа температурасы -33, үйлерде +10. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.